Сәлем арна көрермендері, қазақша тілді арнаның дамуына үлес қосып тіркеле кетіңіздер. Алтынай Жорабаева қыздарының көзінше екінші күйеуімен құшырлана сүйісті. Бүгін, яғни 28 қазан Алтынай Жорабаеваның туған күні. Ол 44 жасқа толды. Әдетте сауық кештерінде, концерттерде жиі жүретін әнші биыл меншікті мерекесін қазіргі жолдасы мен 4 қызының ортасында тойлауды жөн көріпті деп хабарлайды Экспресс.ка. Алтынайдың туған күніне екінші күйеуімен қыздары арнайы жоспар құрып, бірлесе дайындалған сияқты. Олар Жорабаеваны тосын сыйымен қуантқан. Әншінің өзі жүктеген бейне жазбасына зер салсақ, алаңсыз отырған Алтынайға қыздары ойда жоқта тәтті тортты ұсынады. Санаулы секундтан соң бөлменің екінші жағынан қазіргі жолдасы Әлишер бір құшақ раушан гүлдерімен атып шығып, келіншегін құшағына қысып, ернінен құшырлана сүйеді. Сондай-ақ әлгі видеодан отағасы Жорабаеваға қымбат телефонды сыйға тартқаны да аңғаруға болады. Мұндайды күтпеген туған күн иесі ерекше қуанып толқып кетеді. Дәл осы қуанышты сәтті жеке парақшасына салған ол барша жанға алғысын айтыпты. Қош келдің 44 жас. Мені құттықтап жатқан оқырмандарыма, әріптестеріме, туған туыстарыма, отбасыма, баршаңызға мың алғыс. Тілеген тілектеріңіз өздеріңізге еселеніп қайтсын деп жазды Алтынай. Айта кетейік, Алтынай Жорабаеваның бірінші күйеуі Сәбит Әбдіхалықовтан 4 қызы бар. Танымал әнші балаларының әкесімен ажырасқаннан кейін Әлишер есімді азаматпен танысып, 2020 жылы екінші мәрте тұрмысқа шықты. Экспресс.ка бұған дейін өгей әкесіне жақтасқан қыздарына Алтынайдың қатты ұрсып тастағаны жайлы жазса, кейін Сәбит пен Алтынайдың үлкені аяулым ашық образымен көзге түскені, санаулы күннен кейін екінші қызы Айнараның да жартылай жалаңаш кейіпте желіні шулатқаны туралы материал жариялады.